Запись. Мына жерде атомдық масса берілген. Не табуға болады? Зат мөлшері. Атомының су не дейді? Әрекеттескенде шығын осындай. Алынған сілтінің массасы дейді. Я зат мөлшерін таба салайық. 1,806-ны 6,2-ге бөлсеңіз қанша шығады екен? 0,3 моль болып тұр ғой, зат мөлшері. Онда осы калийді суға қосасын, калий OH пен H2 реакцияны теңестіреміз. Осы жердегі 0,3 моль, бізге сілтінің массасы керек, x грамм. 2 көбейтілген 39-ға 17 қоссаң қанша? 56. 56. Мынау 2 болып. 2 көбейтіп 0,3-ге көбейтесің. Бөлесің 2-ге. Болмаса 2 көбейтпей қойсаңыз болды. 16-да қысқарып кетеді де. 0,3. 16-да 8 бекен. 16-да 8, бірақ ол жауап болмайды, өйткені ол 90% бар шығын бар. 100%-да 90% шығын. 15-12. 15-12 в жауап екен. Шығын болған нәрселерді барынша ұмытып кетпеу керекпіз, иә? Келесі мына жерде жаңа шығарып жатыр едік. Бірінші. Аружан, сен сразу формулаға сала салатын білетін едің ғой? Есіңде бар ма, жоқ па? Жарайды. Мейрамбек, кластасың бар ма? Отыр ма? Апай, мен айтып жатсыз ба? Мен ана басқа Аружанды айтып жатқан шығар деп. Жоқ, сен айтып отырмын. Осы есепті шығардың сен. Ана неге концентрацияның кәдімгі несіне? Концентрацияның общий формуласын салып. Енді өзіміздің формула сала берейікші. Көлемді табайық. Көлем табамыз, иә? Көлем табамыз. Не істейміз? Мейрамбек? Көлем табу үшін тығыздыққа көбейтеміз. Нені? 210-ды. 210-ды көбейтесің 1,03-ге. Қанша шықты? 216-да 3. 216-да 3. 16-да 3 шықты ма? Енді концентрацияны табу үшін зат мөлшерін көлемге бөлесің ғой. Зат мөлшерін табайық. 10-да 58-де 5-ке бөлеміз. 58-де 5-ке. Қанша? 0-де 17. 0,17. 1 бар, иә? 0,9 бар. 0,17-де 1-ді бөлесің 216-да 3-ке. 78. Шықпай қалды ғой. 216-да 3 шықты ма? 210 ғой, иә? 210-ды көбейттім. 1,3-ге. 216-да 3 шықты. 0,17-ні. Апай, досың шықпайды. Досың шықпайды. Иә. 0,170 бөлінген 216-да. Бұрында 80 па шығатын еді ғой, примерно 0,0080. Иә. Сол қалай шығар еді? Осында еді ғой. 79 болып кетіпті ма? 10 грамм шай қажағаш, 200 грамм суда. Мына жердегі тығыздық 1 болған шығар, может? Жоқ, апай, осылай болды. Тығыздық солай болды ма? Апай, надо 10-ды 210-ға бөліп, 1000-ға. Иә, бөлеміз ғой. 10-ды 210-ға бөлеміз. Жоқ, олай емес, ана. Массаны тығыздыққа бөлеміз ғой, біз көбейтіп қойдық қой. Я, ойбай. Үлкен ошибка жіберіп отырық қой. Біз нені табу керекпіз? Массаны табу керекпіз ғой. Көлем. Көлемді табу керекпіз, ол кезде массаны оғы бөлмейміз ба?
Біз көбейтіп қойдық. Қуамыз, Біз масса тауып екеуін көбейтіп отырық. Ал тез. 203-те 88. 203-те 88, 203-те 88. Ал, енді шығады, 0,00084. Мұнға көбейтесің. Шықты. Мына формуланы, какой-то оп-оңай формуланы шатыстырып жатыр. Ал, келесі. Мына жерде берілген теңдеудегі толық және қысқартылған иондық теңдеу жазу керек екен. Мына жерде уже толық иондық литий қосылған OH, қосылған H, қосылған NO3, литий қосылған NO3-тің төбесінде зарядтары бар, плюс H2O қалады. H2O бізде ионға дырамайды. Толық және қысқартылған иондық теңдеудің коэффициенті мына жерде 1, мынау 1, мынау 1, мынау 1, мынау 1, мынау 1, мынау 1, қоссаң бәрін 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 екен, қысқартылғанда не қалады? OH қалады, плюс H қалады, тең H2O қалады. Бұл жерде 3. А және В, жауап. Түсінікті ма? Келесі. Мына жерде... Ой, сәлеметсіз. Ой, эфир сақталды ма? Эфир сақталды ма? Запись бастың ба? Басылып жатыр ма? Басылып жатыр. Лейх деп тұр. Қараңызшы. SO3 мынау коэффициент мына жерде үлкен ошибкалар жіберген. Біріншіден еритін зат болу керек, мына қосылған кезде еритін заттар болу керек. Калий еще мына екеуі H2SO3 деген зат, H2SO3 деген зат, ол H2O мен SO2 шығуына көмектеседі, дұрыс па? Значит, мына жерде H2SO3, мына жерде натрий хлориді, кешіріңіз. Тапай, амен бар. Кешір. Мына жерде мысалға, несі H2SO3, мына жерде H2SO3 деген сияқты. Мына жерде барлығынан да солай шығама, бірақ мәселе мына жерде мынау тұнба, мына жерде мынау тұнба, мынау тұнба. Анау әрекеттесетін кезде тұнба заттар болмау керек қой. Мына жерде мысалға натрий, калий, жалпы мына жерде вообще не шықпайды, H2SO3 шықпайды, мынадан шықпайды. В жауап бола алады. Не қалды сосын? А болады. H бар, А бар. Және H2SO3. Бұл жерде екеуі де ерейді. Сонда А, В, H болады. Яғни екі жағын барлығын қараған кезде әрекеттесіп тұрған зат ол тұнба болмау керек. Бірінші правило. Екінші, міндетті түрде H2SO3 шығу керек. Сол кезде ол H2O мен SO2-ке ыдырай алады. Болды. 22 кетті. 23 бізде айналымында А заты дейді. Мына зат керек қой. SO3 болады. Қайсы болады? SO3 бізде. SO3 ол А жауабы емес па? Неге SO3-ті минус қылып тастаған? 23, бұл мынаны белгілеп қойған ғой, походу. Жарайды. 23 бізде SO3 болады. SO2-ден SO3 алынады, сосын барып H2SO4 алынады. H2SO4 алудың жолы бар емес па сондай, Ең алдымен ферриттен алынады, феррум S2-ге O2 қосып SO2 алынады, ол SO2-ге O2 қосып SO3 алынады, SO3-ге H2O қосып не алынады? Қышқыл алынады, ойбай нағатын еді, күкірт қышқылы. Күкірт қышқылы тосын, мынандай несі бар,
правиласы бар, иә. Одан кейін в общем а жауабы болады 23-те тек қана. 24-те бертолий тұзын ыдыратқанда дейді. Калий, хлор, Калий, хлор, О3. Осыны ыдыратқан кезде калий хлориді плюс О2 шығады. 340-ты бертолийге қоямыз. Енді 340-ты бертолий тұзы дейді. 340, мына жерде Оттектің көлемі. 5 көбейтсең қанша болады? 245 па? 245 па? 245, иә? 2 көбейтсең. Оттектің көлемі дейді. Оттектің 67,2 ғой. 3-ке 22-де 4-ті көбейтсек. Табайық. Болмаса 3 көбейтілген 22-де 4. Давай, табыңыздар. Барсыңдар ма? Неше шықты? 6. Кім бар тағы? Шығарып отырсыздар ма менімен бірге? Қайсының даусыңыз дұрыс шықпай жатыр? Қайсысын нені айтып отырсыз? Менің даусым нормально шығып отырған сияқты. Мына жерде так. Менің даусым жақсы шығып тұр ма? Иә. Енді шақ шықты. 90 шығады. 90. 67-те 2-ні қанша шықты? 93. 93 Е жауабы, иә? Массасын есептеу керек. Калий хлоридін. Калий хлориді де керек па? Тұздың массасы хлориді керек. Ал. Асты 149 болады. 78 десек. 207. 207 шығады ғой. 2 мен 2-ні қысқарта салып, бітсең болады. 340-ты 78-ге өтіп, 122-де 5-ке бөле салсаң болады. 207. Қанша? 207. 207 F, иә? Е және F жауабы болады екен. Келесі. Карбон қышқылдары биорганикалық қышқылдар сияқты. Карбон қышқылдары биорганикалық қышқылдар сияқты әрекеттеседі. Биорганикалық металмен металл оксиді, спирт, сутек, галоген, калий. металл. Карбонат сілті. F. Карбонат. Карбонатмен, иә? Не ма? Сілті дейсің ба? Сілтілермен де әрекеттеседі. Галоген сутекпен әрекеттеспейді. Жалпы металлмен, металлдың оксидімен, сілтімен, тұзбен және галогенмен әрекеттеседі ғой. Карбон қышқылдары биорганикалық қышқылдар сияқты болса, онда галогенмен ол әрекеттеспейді. Ол өйткені биорганикалық қышқылдар бейметалдармен әрекеттеспейді. Мына жерде қате жіберген. Сондықтан мына жерде вообще 0 болып қалған шығар, иә? 0 болып қалған ғой мына кісі. Келесі 26. Мына жерде магний 2 HSO4 болған кезде магний дигидросульфаты болады. Және ол былай жазылады. Ф және F. Қосылған кезде. Магний 2 болғасын ол HSO4-тің сыртына бармай ма? Гидросульфат емес па? Дигидро болады өткені гидросульфаты ма? Дигидро деп 2 сутек болған кезде айтылады екен ғой. Болады. 26, иә? Дұрыс айтасың. Мына жерде. Менде ано сияқты шатасайын деп тұр екен. Гидросульфаты болады мынау все-таки. F жауабы дұрыс. Бірақ бұл гидросульфат болады. Себебі бұл жерде сутегі мынандай болған кезде магний H2 болып SO4 деп болған кезде мына жерде сутек саны 2 болса ғана дигидро болады. Ал сутек саны 1 болып жақсаның сыртына болса, онда просто гидросульфат болады. Ары қарай. Тұрмыста
өрт сөндіргішті жабдықтауда жасанды минерал суларды өндіруде қолданылатын зат ол не? Натрий гидрокарбонаты. Е жауабы бұл. Мынау емес. Е бұл. Мынау ғой. А? Жоқ апай, е бұл. Натрий гидро екен ғой мынау. Иә. Натрий гидрокарбонат. Пищевой сода қолданылады. Минералды суларды жасауға. Болды, мынау жатпайды, Мгм. Даусым шығып тұр ғой, мен. Сонда е ғана жауап болады. Бұл жерде мынау қате кеткен. Иә. Арендерге тән химиялық реакция. Арендер деген Арендерге. бензолдар ғой, бензолдарға тән Бензол. химиялық реакция эфирлену болмайды. Орын басу. Орын басу, Жану, қосылу. жану, сосын Жану. Қосылу. қосылу. Арендер, қосылу реакциясынан ба? Дегидролену болмайды. Поликонденсация. Этерификация. Этерификация деген ол. Күрделі Спирт пен эфир ғой. қышқылдардың аралығында Күрделі ғой. эфирде ғана болады, сенде мына мерует сияқты. Мынаны жазған үшін басын жарым кеп тұр ол қыздың. Тұратыр. В жауап болады, Д жауап болады және G жауап болады, болды. Массасы 20 грамм кальций мен күміс қоспасын тұз қышқылымен өңдегенде газ бөлінеді дейді. Бастапқы күмістің массалық үлестері. Бұл жерде қоспа болып тұр ғой, екеуінде тұз қышқылымен өңдегенде сразу реакция жүретінін жазайық. Қайсымен жүреді реакция? Немен жүреді? Кальциймен жүреді. Кальциймен ғана жүреді. H хлор тең кальций хлориді плюс H2. Екіншімен реакция жүрмейді, сондықтан бұл жердегі газ, мына жердегі H2 6,72, тек мынаның алдына ек қойылады, астына 22-де 4, мынау X, мынау 40. 3 есе 0,3 есе ма? Значит, 2 болып тұр ғой, мына жерде жауап. Табыңыздаршы? Қанша шығады мына жерде? Қаншадан ба? Қанша шығады? 12. 12 шығады. 40% ғой. 12 ол 40% ба? Бастапқы қоспадағы күмістің массалық үлесі ғана керек қой? 8. Бізде кальций ғой 40% болып тұрған. Қалған 60% бес па күмістікі, солай ма? Жоқ, апай, керісінше. Керісінше ма? Мен тауып есептеп тұрған жоқпын, сендер есептесеңдерші. Апай, күмістікі ғой 8-ді 100-ге көбейтіп 20-ға бөлген кезде 40% шығады. Күмістікі 40%, онда бұныкі дұрыс. Анан 60% шығады. Онда Д жауап, дұрыс. Енді мына қараш, тотығу үрдісі деген бұл енді негізі қате жауап берген, бірақ тотығу үрдісін білмейсіз ба? Онда былай істеу керек қой, барлығын полностью қанша электрон? 0-ден плюс 2-ге өзгергенде не істейді? Минус 2. 2 шығу үшін. Плюс 2 шығу керек қой, мына жақтан мынау шығу керек. Плюс 2 қосасын. Мұнда 0-ден плюс 3 шығу үшін Плюс 3. Минус 2-ден 6 шығу үшін Плюс 8. 8 қосасын. Минус 1-ден 0 шығу үшін Плюс 1. Плюс 1 қосасын. 1-ден 0 шығу үшін минус 1 аласың. 2-ден 4 шығу Плюс үшін 2. плюс 7 ғой, 7. Апай, 7 7 ма? 7-ден 4 шығу үшін Минус 4. Минус 3. 3-те, я? Плюс 2. Плюс 2 болу үшін плюс 2 болады. Минус 3. Плюс 6 болу үшін плюс 3 болады. Сонда жауап мына 2 минус болып тұрған жерді ғана белгілесің ғой. Бұл негізі қате жауап берген, мына жерде именно мен өзім бүйтіп қоршап қойдым. Е мен F жауабы. Тотығысында минус же, тотықсыздан өртсіз, я? Қадалмай, если прям ажырата алмай айтсаңдар, барлығын жазып шығыңыздар да, ішінде 2-3 жауап қана болады ғой өзі. Тотығу деген тотықсыздандырғыш болған кезде болады үрдіс. Ал
тотықсыздану үрдісі ол тотықтырғыш болған кезде болады. Ал егер шатастыратын болсам, осылай полностью бәрін жазып шығасың ғой. Минус плюс қылып. Бұдан енді қателесуге болмайды негізі. Химиялық реакциялар жылдамдығына әсер етпейтін фактор. Не ғой, тығыздық қой? Тығыздық. Тығыздық әсер етпейді, бұны дұрыс жазыптым. Химиялық реакциялар жылдамдығына өзгерісіне әсер ететін фактор. С жауабы. Дұрыс. Концентрация физикалық күйде. Оған тығыздық, көлем, катализатор. Енді жалпы жылдамдыққа әсер ететін ол концентрация, температура, сосын өзінің физикалық күйі, сыртқа әсер, сосын қысым. Осы 3 сатқа әсер ету керек негізі. Бірақ қалған катализатор, көлем, тығыздық, көлем деген заттарда қатысы жоқ. Мына жерде термиялық реакция ма, гетерогенді катализ ба? Қайсысы деп ойлайсың? Эндотермиялық. Гетерогенді ғой, гетерогенді әртүрлі ішінде газ жоқ. Енді гетерогенді... Гомогенді катализ ғой, бай. Ол жерде эно түзіліп тұр ғой, сондықтан ол жерде ойлап тұр. Бірақ басынан негізі эндотермиялық болу үшін минус Q деген зат айтылу керек шығар. Бірақ енді бұл солай болжап тұр, бірақ гетерогенді катализ болады В жауабы. Яғни бұл жерде мынау газ, мынау бірақ сұйық. Бар ғой. Сонда өнімге тоже зависит, да, гетерогенді, гомогенді? Барлығына зависит етеді. Катализдік емес, егер мына жерде платина қатысында болды, катализдік ол явно көрініп тұр. Бір гомогенді катализ или гетерогенді катализ. Бұл жерде эндотермиялыққа басымдылық бермейміз, себебі гомогенді мен гетерогенді катализ деген екеуі де беріліп тұр ғой. Сондықтан осы екеуінің бірі деп ойлауға болады, логически ше. Енді мына жерде кәдімгі жылдамдық. Реакция барысында зат концентрация 60 секунд, тағы оның концентрациясы беріліп тұр, уақыт беріліп тұр, және 2 минут 15 секундтағы концентрациясы беріліп тұр. Жалпы жылдамдықтың формуласы ол дельта С-ның дельта Т-ға қатынасы. Дельта С деп отырғаның Т2-ден С1-ді алып тастағанға тең. 0,32-ден 0,24-ді алып тастайық сразу. 0,08 ба? Төбесін жазайын. Астына 60 секунд, 2 минут 15 секунд деген 60-тың екеуі бар. 120, 15 қосың, 135. 135-тен 60 алсаң, 135-тен 60-ты не үшін алып атқанды біліп атсың ба? 75. Ерназар? Ау. Біліп атсың ба? Не үшін? Түсініп тұрмын ғой, 135 ол 2 минут 15 секунд қой, апай. Сосын азайтып сол уақытта осы. Ал, қанша? 75. 75. 0,08-ді 75-ке бөлсең қанша? 1,06. Негізі осы қойды, бірақ айналдырасың. 3 дәрежесі болса, алдында 3,0 тұр ма? Сондай ғой, айналдыратын. Жауап, онда. Алдында 3,0 тұрса, значит, сол жауап болады. Енді келесі 5-ші тапсырма. Бұл жерде кешегіде реакция. Бұндай сұрақтар өте көп келіп жүр. 80 градус температура 27 минутта аяқталып тұр. Ал мына жерде бірдеңе арқылы шығарып қойыпты, білмеймін, оны түсінбедім. 60 градуста оның аяқталу несі қанша деп тұр ғой. Аяқталу уақыты. Кешегі формула бар еді ғой. Т1-ге қатынасы, ол В2-ның В1-ге қатынасы дегенше. Есіңде ма? Сол сияқты бұл жерден Т2-ін тапқан кезде біз бөлдік неше минутты? В2 Ван Гог саңы ма бай? Ау? Басқа ма? Ван Гог дұрыс. Ван Гог саңы ма? Ван Гогта бізде В1 бөлінген В2
тең гамма көбейтілген Т2 минус Т1 бөлінген 10 деген формула емес пе мынау Ванковтың формуласы. Осы Ванковқа екінші формула мынау. Егер екі уақыт берілсе. Екі уақыт келгенде осы формулада екі уақыттың біреусін сұраған кезде онда мына формуланы аласың. Сол жерде мен Т2-ні тауып жатырмын. Т2-ні табу үшін мына Т1-ді ВТ2-ге бөлесің. Яғни мына екеуіне бөлесің. Мына екеуі деген мынаған тең ғой. Мына екеуі мынаған тең. Енді осын жазам мен. Гаммамыз қанша? 3, я? 3. Т2-ден Т1-ді аласың ғой, онда 2-сі 60 қой. 60-тан алам 80-ді. Яғни 27-ні бөлемін 3-тің неше дәрежесіне? 3-і бөлесің 10-ға оны. Мынаған салып жатырмын ғой. Ол мынау. 10-ға бөлем неше дәреже? -2 дәрежесі, дұрыс па? 60-тан 80-ні алсаң 20, 20-ны ойбай, -20, оны 10-ға бөлсең -2. -2. 27 көбейтілген 3-тің 2 дәрежесі деп айналдыруға болады. 27-ні 9-ға көбейтсең? 27-ні 9. Бөлшек ауысқанда дәреже плюсқа айналып кетеді қой, иә? 243. 243 В жауабы. Мына есеп түсіндіре алдым ба? Мына жердегі ВТ2-нің ВТ1-ге қатынасы, ол мына жалпы жылдамдық өзгерісіне қатынасы. Ал жалпы жылдамдық өзгерісі ол бізде гамма Т2 минус Т1 бөлінген 10-ға тең екені көрініп тұр. Екінші формула арқылы. Нем ВТ2 бөлінген ВТ1-дің орнына мен просто соны ала салдым. Т2-ні соған бөлдім. Түсінікті ғой, мына жері? Иә, түсінікті. Жалпы онда әрі қарай уақыт бар болса, мына есептерге көшейік. Кешегі кімнің Аружанның қалып қойған есептері ғой. Фосфордың массалық үлесі ең азы. Бағана есептер сен? Иә, бар қазір жалғасы. Үлгерсек. Үлгермесек ертеңге қалады. Массалық үлесі ең азы қайсы болады? PH3. 10-ақ минут қалды. Жоқ, жауап болады ау деймін, по идее, мен осыны шығарып едім. Не, PH3, мне кажется. PH3 деген фосфордың массалық үлесі аз болу үшін оның малярлық массасы көп болған дұрыс қой. Өйткені массалық үлес деп тұр ғой, кстати. Сен былай істейсіңдер. Мына мысалға PH3 па? 31, 34 па? 34-ің 100%, 31-ің x% деп тауып шығасың ғой барлығын. Сол кезде ең азы қайсы болады? Соны мен сөйтіп есептедім. Иә. Анау малярлық массасындағы фосфордың массасы көбін ойлап тұрсың ғой сен. Все, понял, мен есептің дұрыс нетпедім да. Иә. 8 граммды бөлеміз. Мынандай суда бөлген, су қосқан ғой, көбейтем қоссаң 400 бола ма? Ну? 400-ге бөлеміз, 8-ді көбейтем 100-ге. 100-ге көбейтеміз. Қанша? 2 шығады. 2 шығады, 2, да. 2 қалады ғой. Келесі, мына жерде 200 еще тығыздық берілген ғой. Натрий гидроксиді берілген 200,1 малярлы. Ол 200-ді көбейтемін 1,11-ге. Өйткені массаны табу үшін В-ны роға көбейтесің. Қанша болады? 222 ма? 222. 222-ні 0,1-ге көбейтем. Өйткені 22-де 2. 22-де 2, я? Енді алынған сілтінің массалық үлесі дейді. 100 мл су қосылған еще. Массалық үлесі табу үшін 22-де 2-ні бөлесің, ертіндіміз қанша? 222 ғой, ертіндіміз. 222-ге еще 100 су қосылған. 222 ертінді, оған су қосылған 100 мл. 222-ге су. 322-ге бөлесің ғой, 222 көбейтесің 100-ге. Қанша болады?
0,068 дейді. 8 Қазір. В жауабы, оны 100-ге көйтсең 6,89 дейді. Аха. Үлгеріңіздерші, пожалуйста. 5,6 литр сутек темір қағымен әрекеттескен. Феррум 3, O4-ге сутек әрекеттескен, темір шыққан, су бөлінген. Мына есепті шығардық па апай біздер? Не знаю. Апай мына есеп шығарды кете берейік келсе. Давай, Шығарған сияқтық мына есептерді. давай. Барлығын шығарып болдыңыздар ма? Білесіздер ма? Иә, шығарды. Аласыздар ма? 18-ді. Мына жердің бәрін шығарасыздар. И бір байланыстарын есептеп шығасыздар ғой. Мына жерде карбон қышқылдарындағы молекула арасындағы химиялық байланыс ол сутектік. Иә, мынаны шығара алатын шығарсыңдар, теңестіресіңдер, пропорция табасыңдар ғой. Мына жерде 300-ді 5-ке көбейтесің, 100-ге бөлесің. 15 қалады, иә? 15-ті бөлесің, ертінді 300 ғой. 300 еще 20 грамм құрғақ калий қосқан, значит, мынаған да қосасың. Мынаған да қосасың. Тұзды екеуіне де қосасың ғой. Еріген затты екеуіне де қосасың. Сонда 35-ті бөлесің 320-ға. Көбейтесің 100-ге. 10,93. А жауабы, иә? Келесі. 2 метил бутанның изомері пентаналь. Бутан аль болса, пентан аль болады. Аммиак пен әрекеттескенде аммиак қышқылы түзілу үшін хлор-пропион қышқылы болу керек. Хлоры бар қышқыл болу керек қой, карбон қышқылы. Сондықтан С жауабы. Би элементті деген сөз, екі элементті деген сөз ғой. Ди элементті десе түсінесіңдер, ди деген екеу екен білесің ғой. Екеу. Сол сияқты би элементті деген сөз екеу. Глюкоза екеу емес, ізбес екеу емес. Сөндірілген әк деген қайсы? Кальций ғой, иә? Сөндірілген деген кальций гидроксиді ғой. Кальций OH2. Ал сөндірілмеген кальций О. Азот қышқылында HNO3. Қайсысы екі атомды, элементті? Сөндірілген әк. Сөндірілген әк. Сонда Д жауап. Сен есептемесең де табасың. Апай сөндірілмеген бөліп қойдың ғой тағы. Сөндірілген әк ба? Сөндірілген. Сөндірілген деген кальций гидроксиді ғой. Сөндіру деген сөндірілмеген кальций оксиді. Оған су қосқан кейін барып сөнбей ме ол? Жоқ, жаңа ди элемент дегенге екеу бар ғой деген. Енді кальций оксиді ғой. Сөндірілмеген әк кальций оксиді, сөндірілген кезде кальций гидроксиді болмай ма? Енді екі элементтен тұрған кальций оксиді емес па? Иә. Шіркідай. Мына жерде ионына әсер ететін катион карбон көмір қышқыл газымен тұнба түзілді. Жалпы тұнба түзілді десе, мынау тұнба емес, мынау тұнба емес, мынау тұнба емес, мынау тұнба емес, мынау ғана тұнба. Все. Даже сен қанның ионында қандай катион бар екен білмесең де. Сірке қышқылының құрамындағы сутектің массалық үлесі табасында сірке қышқылы 60, 60-ті 100 дейсің де, оның ішінде неше сутек бар? Соны X дейсің болды. 500 грамм 4%-тік 20 шығады. В жауабы. Мынау қысқаратта 5 пен 4-ті көбейтілесің. Күкірт сутек құрамында күкірттің массалық үлесі. Ол жерде де табасыңдар. H2S-тің емері 30-ті 100 дейсің де, күкірттің 32-де X дейсің болды. Мына жердегі X1, X2 затыма ананы қыздырған кезде темірдің оксиді шығады ғой. Темірдің 3 валентті оксид шығады. Өйткені 3 валентісі ағызарып тұрады. Енді Феррум хлор 2. темір хлор 3 болады. 2-сі емес 3-і болады. Неге? Себебі бұл жерде 3 валентісі қыздырылып атқан және одан шығатын зат. 3 валентті өзгеріп кетпейді да 2 валентке. Пропан деген С3H8 ғой. Емері 36, 8 қоссаң қанша? 40 неше? 44 па? Иә. 44 па? 44-ті бөлесің 29-ға. Ауа бойынша тығыздығы керек. 1,5. 1,5. Е жауабы. Мына жерде не деп тұр?
Дейді да, азаты ақ түсті, қатты, суда аз еритін, сары түске боялатын дейді. Сары түске боялатын дегеннен ұсталып қалып тұр, ол натрий, калийлерді алып тастайсың. Одан кейін азаты дәл сондай ерітіндіде кальций бромиді. Кальций бромидінен ұсталып тұр, ол жерде кальций шығу керек соңында. Мынау натрий шығып тұр, мынау емес. Мына үшеуі қалды, сонымен. А мен С қалды енді жауап. А мен С-ның ортасындағы В затын табу үшін қараңыз. 17-ден натрий, натрийден С17 H35 SOH, одан шығалады. Ал мына зат шығалмайды. Мына зат, в общем, ортада нефтем тұр. Мына заттан еще 15-тен 17 шығып кетуі мүмкін емес. Сондықтан жауап А ғана. Түсінікті отыр ма? Біз айтады, электр пешінде кальций карбиді, бізде кальций карбид деген мынау, құм деген мынау, и қыздыру арқылы пайда болған кремний дейді. Кремний пайдаланылып тұрған еще мына ғана затта кремний пайда болып тұр. Сондықтан да жауабы. Әуе шарында ұшуға болады, егер оны немен толтырса. Жалпы әуе шарын сутекпен, ыстық ауамен толтырады, гелиймен толтырады және оттекпен толтыруға болады. Мына жерде қарашы, тағам дәмдеуші ретінде орта фосфор қышқылы дейді. Орта фосфор қышқылы деген H3 болып тұрды ғой. Мына жердегі нәрселер уже керек емес. Ол газдалған сусында қолданылады. Оның несі 9,8 болса, мынаның эмері 98, значит, бұның молі 0,1 ғой. Бейтараптау үшін натрий OH жұмсалған болса, натрий OH, оныкі 40, 40-ты 0,1-ге көбейтсең 4 шыға ма? 4 шығады ғой. С жауабы. Түсінікті болады ма? Жалпы екеуі... Апай, анда бетке өтесіз ба? Скриншоттай Апай, натрий гидроксидін қосамыз ба, или қоспай шығара береміз ба? Енді қосып шығарасың ғой, на самом деле, просто асығып кетіп жатырмын. Сразу уже жауапқа шығады. Мына жер X деген кезде, былайынан тапсаңыз да 4 шығады ғой. Мына жерде түсті шынылар, осы жерде айтып үлгеріп қалайыншы. Молекулалық массасы 152 болса, онда